адамдар жетістікке жету үшін күніне өзінің 24 сағатын 4-еуін арнаса болды дейді қазіргі заманда. Барлық жетістікке жеткен адамдардың несін оқыған кезде сол өзі жақсы көретін салаға, бірақ ол күнделікті болу керек дейді да. Бір күн 4 сағат, 3 күн жоқ болып кетіп, кейін 4 сағат, 5 күн жоқ болып кетіп, той болып қалды, бірдеңе ол болмайды дейді. Жаңа ауру енді біздің заманымызда хотя бы осылай ауырса екен деймін да адамдар. Күніне 4 сағатпен ақ. 4 сағат и так та былай кетіп қалып жатыр ғой негізі. Былай ақ экранный время сол кемінде. Иә, телефонмен ақ кетіп қалып жатыр. Жалпы сіздің балаларыңыз бар, иә? Қателеспесем. Солай деп айтып жатыр енді көбісі. Аллаға шүкір, иә. Енді маған қызық, қазір біз енді балаға телефон бермейміз дегенге тырысып жүрміз. Бірақ жаның қиналғанда бере салғың келеді телефонды. Алаңсыз әйтеуір мультфильм көріп тыныш отырсыншы деп. Бірақ енді былай ақылы қасиеттеріне зиян келмесін деп барынша қолмен ойнатып, моторикасын қозғалтып енді сол ойнатқымыз келіп жүр. Сіз өзіңіз бала тәрбиесіне жаңа телефон мәселесін қалай шештіңіз? Енді мен шешкенде шешілген жоқ қой ол. Өзім үйде бар кезде деп айтайыншы. Үйде бар кезде өзім барынша ұстатпаймын. Негізі қазір енді бұрын көбіне баламен жүретін едік қой енді. Қазір сәл үйде болмай қалып жатыр, қол тимей қалып жатыр деген сияқты. Өзім бар кезде мен ойната беремін оларды ше. Ойнатам, ертегі айтам, қиссалар айтам ше. Әдейі ана жерге келіп бітіріп тастаймын жатарда ше. Қызық жеріне келемін де бітіріп тастаймын деймін да. Ертең жалғастырамыз, Құдай қаласа, осы жерден ұйықтаймыз деп ше. Телефонды барынша ұстатпауға тырысамын. Бірақ мен енді бұған қарсы болуы да мүмкін. Мен өзімнің ұстанымым ғой. Түгелдей ұстама деп неге қарсымын. Өйткені менен қорқып істеген қаламайын балдардың ше. Я мен жоқта ол сол нәрсеге полный жатады өйткені. Мен егер мен бар кезде менен қорқып істейтін болса, онда барынша түсіндірем. Міне мынау сенің көзіңді алады. Денсаулығың кетсе, көзің кетсе, көзден артық нығмет жоқ. Алла адамға берген, кетті барлық нәрсең. Біреуге мұсалдат болып жүресің, кім саған қарайды ертең? Деп, анау оқиғалар бар кішкентай балалардың жаңағы. Сабақ оқитын бала, сабақ оқымайтын бала деген сияқты. Солардың барын айтып, әкеліп түсіндіруге тырысам барынша. Бірақ толық шектеу бере алмаймын, өйткені әлем сода жатыр ше. Ертең мен жоқ кезде ол істейді ол бәрібір. Бұл туралы біраз бізден бұрын батыстық ғалымдар да зерттеп жатыр осы мәселені ше. Өткенде Қазы Мұстақим деген кісінің баланы гаджеттен қорғаңыз деген кітап шықты. Сөйтіп барлық ғалымның бір түйінге келген тұсы дейді, баланың әр жасына байланысты рұқсат етілетін телефонның уақыт мөлшері бар екен да. Мысалы 2 жасқа дейін берме дейді. 2 мен 4 жастың арасында 45 минут деген секілді өзінің уақыттары бар екен да. Кейін уже 16 болғаннан кейін толықтай өз алдына жаңа балиғатқа толды еркіндігіне бер. Яғни сол 16 жасқа дейінгі уақытты сен бақылауда ұстасаң болды деп ше арда. Тым шектеме, просто экрандағы уақытын қадағалап отырсаң болды деп ше. Өйткені мына өмір ғой, тәжірибе. Шектелген балаларды көрдім мен ше. Болмайды, бірдеңе деген кезде сыртқа шығып одан 2 есесін істейді ше. Жарылады. Анау жинала береді ғой. Пружина сияқты қысылып жарылады екен. Сондықтан ол нәрсенің қате екенін көрдім кәдімгідей. Өмір солай ғой, көрсете береді ғой, көз алдыңа адамдарды жіберіп. Оны бізде бір психолог апайымыз болған қонақта. Ол кісі де айтты, балаға өз еркімен беруді де үйрету керек дейді. Телефонды ұстатасың, беруді де, ол бергендегі телефонды оған ұстатқандағы мақсат оны өзі беретіндей беруді де үйрету керек дейді. Болды мына деген сияқты. Мен өзім бір шешім табуға тырысып жүрмін бұған қатысты. Мысалы былай ғой, мен қанша көрсем баламды сонша көреді екен да. Телефон. Мысалы мен анау бала айнаң ғой сенің. Біз оған ашуланамыз, бірақ шын мәнінде ол саған әке сен осындайсың деп көрсетіп тұр да өзінің қылығымен. Сөйтіп бір рет мынандай тәжірибе жасап көрдім, телефонды машинада қалдырып кетемін, кіргізбеймін, үйге алып кірмеймін да. Болды, телефон жоқ қой. Ұстайтын нең жоқ қой, балдағың жоқ қой. Балдағың жоқ, сонымен не істейсің енді? Телефон жоқ, ода да телефон жоқ, сенде де телефон жоқ. Екеуің бірде бірсіңдер, болды әділетті да бәрі. Бірақ өзің ұстап отырып, болмайды десең, есеп дұрыс емес қой. Болмайды да, Абу Ханифаға келіп балам бал не дейді жаңа? Бал жей береді дей ма я? Тәтті ғой енді қазіргі тілмен айтқанда. Кәмпит жей береді деген сияқты ғой. Соны Абу Ханифа балам болмайды я, кәмпит деген тісіңді ауыртады деп айтпаған дейді ғой. 40 күннен кейін келіңдерші деп айтты дейді да. Өзі де жақсы көреді екен ғой сөйтсе оғасқа. Соны ана өзі тоқтатады, 40 күн тазаланып алады да, содан кейін балам мына балдың осындай нәрселері бар екен деген кезде бала бірден тоқтатты дейді да. Сөзің өтімді болу үшін өзіңде бірдеңе болу керек деген сияқты ғой енді. Жаңағыдай ғой, айнасы деген сияқты. Папа көріп жатыр, мен де көре берейін. Папа менімен шаруасы жоқ,
и так та бұлар менің шаруасы жоқ, тасташы. сіз қай қиссаларды айтып бересіз, әлде ойдан шығара бересіз ба? Мен ананы айтамын, әсіресе енді араб тілінде Мабдал Қырағат деген кітап бар, оқығансыздар ғой, бастауыш қой енді араб тіліне. Соның ішінде қиссалардың бәрі негізі балаларға арналған ғой. Сол жерде бір қисса бар, ана оқымайтын бала мен оқитын бала деген қиссасы бар. Бір ауылға қарай өтетін жерде көпір бар екен дейді. Сол көпірдің жанында бұл көпірден өтпе, өміріңе қатерлі деген жазу бар дейді. Сонымен бір күні сабақ оқымайтын бала, әріп жаңа оқы деген нәрсені оқымайтын бала көпірдің жанына келді, ілулі тұрған тақтаны көрді де, мә, мынау не деген сызықтар дейді да. Жазу ғой негізі ол. Сөйтті де жаңа көпірден өтіп бара жатқан кезде ортасына келіп түсіп кетеді. Ал бір бала келеді, оқитын бала, бұл көпірден өтпе, өміріңе қатерлі деген жазуды көрді де, айналып ерінбей келесі көпірден өтті дейді, дұрыс көпірден. Сөйтті де мынау үйіне аман есен жетті, мынау оқымағандық үшін суға батып өлді деп айтам да. Енді қайсыныкі жақсы деп ше? Әке сен мысалын бір төлеген деген жоқ. Оқымасаң осылай қор боласың дейді. Ультиматум екен мынау деген. Риск па өмірге? Мен Мабдал Қырағаттың енді араб тілін біз оқуға тырыстық, бір үш кітабы, қателеспесем. Мен бұндай көзқараспен әлде балам болмадым ол кезде, оқымаппын да. Ол жерде барлығын хайуандармен келтіреді да, қасқыр мен қозы, түлкі мен жағы қарға, тасбақа мен қоян, солардың бәрін айтам мен ше. Тасбақа мен қоян бопты деп ше. Бір күні қоян келіп тасбақа давай жарысайық деп айтыпты деп ше. Өздерінің тіліне түсем ғой.